видео өте қызықты болады, себебі біз бүгін телепатия челлендж дегенін түсіреміз. Яғни біз көбісі айтады, егіздер бір-бірін сезеді, бір-бірінің ойын оқиды. Біз қазір оны тексеретін боламыз. Достар, бүгінгі видеода біз бір-біріміздің ойымызды оқуға тырысамыз. Және достар, біздің арамызда осындай перегородка бар, ол жерден ештеңе түк көрінбейді. Мен Айдинаны мүлдем көріп тұрған жоқпын. Және де бүгін біздің көмекшіміз Мирас болады. Сәлем достар. Ол біздің бүгін жүргізушіміз болады. Міне достар, ана жерде Мадина отыр, дәлел ештеңе көрінбейді. Міне. Ештеңе көріп тұрған жоқ. Достар, біздің бірінші тапсырмамыз, ол бізде осындай бірдей шоколадтар бар. Және біз оны орындармен қоюымыз керек. Мысалы, бірінші, екінші, үшінші. Мысалы, мен бірінші осыны таңдадым, екінші осыны, ал үшінші осыны. Соны біз біріміздің ойымызды оқуға тырысамыз. Ал бастайық. Ал кім бірінші бастайды? Мен, сен баста. Одновременно тогда. Бірінші мен осы шоколадты таңдадым. Екінші осы шоколадты. Ал үшінші осы. Қазір көретін боламыз. Один, давай. Бірінші мен таңдадым. Раз, два, три. Давай, екінші. Раз, два, три. Достар, біз бірімізбен сөйлескен жоқпыз, ақылдасқан жоқпыз. Біз бәрін бірінші істеп жатырмыз. Ал үшінші уже белгілі осы. Ал біз бірінші турды өттік. Яғни біз шоколадтарды бірдей қойдық. Яғни біз біріміздің ойымызды кішкене ғана оқи аламыз деген сөз. Ал енді басқа заттармен көрейік. Достар, біздің алдымызда міне сусындар тұр. Үш түрлі сусындар. Ол су, фанта және кола. Қазір біз оның бәрін араластырамыз орындарын. Сосын таңдайтын боламыз. Мен болдым. Сен ше? Мен де болдым. Мен бірінші осыны таңдаймын. Екінші мен осыны таңдадым. Ал үшінші осыны. Ал давай, үшіне көтерем. Ақырын. Бір, екі, үш. Кола! Екінші. Раз, два, три. Үшінші уже понятно, су. Су. Өттік. Бірдей таңдадық. Мен өте қуаныштымын өйткені Мадина мен бірінші суды таңдайды деп ойладым. Мен тоже ойладым, что сен суды таңдайсың. Бірақ коланы таңдадым. Қызық болсын деп. Мадина да коланы таңдады. Ал келесі тур. Я запутался. Достал қазір менде дизайн бол қағаздаудан. Соған биыл Мадинаға, биыл Адинаға. Рахмет, Мирас. Арада бірле түсіндіріп өтейік, өйткені Мирас дұрыстап түсіндірген жоқ. Тура солай бізде үш түрлі луктар бар. Тура солай біз бірінші лук, екінші, үшінші таңдайтын боламыз. Біз байқамай төртеу кетіп қалды міне мынамен. Ал тура солай тамақта сияқты, бірақ біз осылай ручкамен бірінші, екінші, үшінші деп жазамыз. Ал кеттік. Мадин бірінші лук. Мен жазып жатырмын. Бұлай как жазайын, камераға көрсін деп. Достар, егер осы видео сендерге ұнап жатса, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, және біз міндетті түрде екінші часты түсіреміз. Ал дайынсың ба? Мен болдым. Бірінші мен осындай таңдадым. Қандай? Осындай. Мен де осындай таңдадым. Біз бірінші осыны таңдадық.
Ал екінші, мынау. Тоже да. Ал үшінші енді мынау, я, джинсовый лук сияқты көрінеді. Достар, осы турды біз өттік. Бұл жерде бүкіл лук өте әдемі. Мен тез таңдадым. Достал қазы Адина сандалды онға жазады. Біз яғни бірден онға дейін сандарды жазуымыз керек. Міне таза қағаз, соған біз бір-бірден биемен. Міне қызыл. Все, болды, Мирас. Мирас, болды. Жарайды, болды қағазда. Рахмет. Қой, алып кеттім. Жарайды. Ой. Біз қазір бірден онға дейін кез келген санды жазамыз, яғни біз бір санды жазуды тырысымыз. Қазір мен ойлап атым, тихо. Болды, мен непонятно жазым, бірақ жарайды. Давай, раз, два, три. 6? Да? Хочу достать! 6. Почему неге именно сен 6-ны? Білмеймін, мен 6-ны сразу ойыма 6 кетті, 6-ны жаза салдым. Болды. Қалай? Достар, біз осы түрді өттік, бізде шок Мадина екеумізде өткен жиырай заттар, тағамдар, оны біздің вкусымыз бірде, бірақ бір санды бірде таңдау мүмкін емес менің ойымша. Бірақ біз істедік. Ал қазір біз әріптер таңдайтын боламыз. Менің ойымша біз осы турды өтпейміз. Я, мен ойымша біз осы турды өтпейміз. Подожди. Давай, болдың ба? Тоқтай, мен ойлап аттым сені, ойымды оқып аттым. Болдың ба? Раз, два, три. Достар, мен атымды, Мадина да атымдан. Мен ойладым, мы таңдайды, өйткені по-любому аны таңдайсыз, потому что я башында хотела мыды написать, мен ойладым ғой, мы деп. Өйткені мен ойладым, Мадина өзінің аты Мадина мыдан басталса, ма әріпін жазады деп ойладым, бірақ ол әріпін жазды. Достар, осы турда біз өттік. Достар, біз шын бір-бірімізден ақылдасқан жоқпыз, бір-бірімізге қараған жоқпыз за кадрым. Сол үшін, достар, біз шоқтамыз. Қазір тағы да бір нәрсе ойлап табамыз. Достар, ең соңғы тапсырма осындай болады. Біздің Қазақстандағы еліміздің қалаларын жазамыз. Любой, кез келген қаланы жазамыз. Сосын шетелдің елдердің аты, немесе елдер мен қалалардың атын жазуға болады. Ал мен жазуым түсініксіз болса, біздің жазуымыз онша емес. Енді елді жазамыз, басқа елді. Мен болған жоқпын, ой, сыймай қалды. Ой, берсін. Енді мен кішкене ойланып тұрайын. Енді біз бірінші Қазақстанның қалаларын айтуға шештік. Біз айтасылар, көрсетпей айтасылар. 1, 2, 3. Алматы? Өйткені мен өскенде Алматыда тұрғым келеді. Мен тоже, бірақ біз қазір Нұрсұлтанда тұрып жатырмыз. Ал енді елдер. Давай, 1, 2, 3. Америка. Адина Нью-Йоркқа, немесе Америкаға барғысы келеді, мен Францияға барғым келеді. Өйткені ол Эйфелева башыны көргісі келеді, Мадина. Қатты.
Ал мен Нью-Йоркқа барғым келеді, өйткені ол жерде Голливудта көшелерде андай звездочкалар бар. Білетін шығарсыңдар бәріміз. Сол жерде бүкіл атақты адамдардың аттары жазылып тұр. Соның ішінде мен Гарри Поттерді тапқым келеді. Даниэл. Кім білмейді. Достар, осы видео сендерге ұнады деп үміттенемін, өйткені біз осы видеода көбісі шок болды, өйткені біз ойламадық. Бірдей әріпті, бірдей санды, 42 әріптен бірдей санды әріпті таңдау ол мүмкін емес деп ойлаймын. Сол үшін біз екеуміз телепат болдық. Осы видео ұнаса, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Және просмотр үшін көп рахмет. Сендермен бірге болған Адина, Мадира, Твинс. Бай-бай. Капец.